Qadırменді қазақ елі. Ата бабамыз, қазақ атамыз қара қаптай қаптаса, орыс туған әкеңдей көрінер деп тегін айтқан жоқ. Соның бәрін болжап кеткен бабаларымыз. Иә, қазіргі жағдайда ел жұрттың не істеп жатқанын өздеріңіз көріп жатсыздар. Алланың елшісін боқтап борағандар былай тұрсын, өздерінің ел басысын ит қылып жатыр. Көшеге шақырып дауры қылып жатыр. Тып тыныш айранды үйіп отырған елді шаңырағын шайқап жатыр. Енді Алла тағала бұл үйге Қытайды жібермегенде кімді жібереді? Сендер шегірткен жіберсе де, бақашаянды жіберсе де түзелетін халыққа ұқсамайсыңдар. Сол бабалар соның бәрін біліп кеткен. Қарағытай қаптап, қатын баласағыңа шейін түгелін өздерінің қараманы алған кезде ғана сендер мүмкін Құдайдың оны естеріңе түсірерсіңдер. Қазір мына интернет желісін ақтарып қарасаңыздар, түгел шетінен ұлы сөзді ұят жоқ. Алланың өзіне сыбап жатыр. Алланың елшісі, елбасы былай жай қалды уже. Қарап отырсаңдар, өздерінше бір Құдай жасап алған. Бәрі әбден семірген, естірген. Жан жақтағы жаудың жіберіп жатқан арам ақшасына, арам мақтанышына мәз болған неудачники дейді. Жолы болмай жүрген журналистер, жолы болмай жүрген саясаткерлер барлығы көшеге елді шақырып жатыр. Не бітіресіңдер? Сендер қалың Қытайдың алдында қурай деген нәрсесіңдер ғой. Сондықтан дағы қазақ елі көшеге шық мейлі. Қатын баласағыңды түгел шығар. 1,5 миллиард Қытай үшін сен кімсің? Сондықтан дағы Қытайдың бұл келуі өздеріңнің тілеп алған дүниелерің екенін біліңдер. Сондықтан дағы ес жиыңдар. Не Құдайға құл болыңдар, не Қытайға тұл болыңдар. Таңдау осы екеуінің ортасында тұр. Әгер әкім елбасыларыңды сыйлап, Алланың елшісін мойындап, сол елшіліктің туының астында кеп қосылсаңдар, ата-бабаларың айтқандай, бірінші Құдайға, екінші жаңағы орысқа туған әкеңдей болып табысуларың керек. Бұл жерде бірге біреу кіріп кету емес, Алланың жоспары мен сендерге түсіндірдім. Екі діннің басын қосу, оның ішінде ислам мен православие осы Қазақстан жерінде қосылады. Сонда төбеңде Құдай тұрғанда, аюдай ақырып Ресей тұрғанда, онымен біз бауыр болып бір тінде біріккенде, жаңағындай шегірткеше келген Қытайың шегірткеше шегінеді. Негізінде ол бір нәрсе. Екінші нәрсе, жалпы Сүлеймен пайғамбардың кезінде айтады ғой, оған жындар қызмет еткен, неше түрлердің бәрі қызмет еткен деп. Сол сиқылды, егерде сендер Құдай ел болсаңдар, сендер Сауд Арабиясы сиқылды шалқайып диванда жатып, Қытайлар сендер үшін жұмыс істейді. Өткенде интернетте жүр ғой, Қытайдың елшісі айтты, вы живете за счет нас деп. Иә, егерде сендер Қытай қазақ болсаңдар, олар сендер үшін жұмыс істеп, заводтарыңды салып, түгел ақшаларын төгіп, сендер шалқайып
коммунизмде өмір сүргендей өмір сүресіңдер. Өзі принцип сол. Ондай принципті Гитлер де қолданды. Біз ерекше ұлтпыз, басқалардың бәрін біз табанның астында ұстаймыз деп. Ондай нені Израильдің несінде бар. А негізі жалпы Алла айтқан ғой, жерді менің ізгілікті құлдарым ие болады деп. Демек, кім Аллаға бойұсынып, Алланың елшісінің қасына кеп, бастары бірігіп, намазға тұрып, жаңағындай Құдайына құлшылық ететін болса, солар ізгілер, солар жерді мұрғалық қалады. Ал қалған Құдайды мойындамаған, қара ниетті, құдайсыз, сенімсіздердің барлығы сендерге құл болады. Иә, олар жетірлі технологияны тауып жатыр, бәрін тауып жатыр. Тапсын, өйткені олардың қолы бос қой, олардың Құдаймен жұмысы жоқ. А сендердің бір-ақ жұмысың болады. Тек Құдайға құлшылық істеп, тәубелеріңе кеп, бісмілләңді айтып жүрсең болды. А олар қолы бос, Құдайсыз жүргендіктен, онда Құдайсыз болатын болса, жаңағы қу далада сендерге нанексін, сендерге қызмет істесін. Міне, сонда сен әрқайсың қазақ патшадай боласың. А сенімсіз кәпірлер бар жұмыстың бәрін солар істеп, сендерге өндірісті де дамытып, егінді де егіп, барлық шаруа жағдайларын жасап, қызмет ететін болады. Болмайтын болса, қазақ елі құрыпшы дейсіңдер. Ойламаңдар. Мен әрқайсыңды жақсы көремін, өйткені мен қазақ елін жақсы көремін. Сондықтан дағы ол менің қарғысым да емес, менің сендерге деген алғысым да емес. Ол шынайы ақиқат. Ол Құранда солай жазылған. Енді сендер егерде Құдайды мойындамасаңдар, сөйтіп тұрып 18 миллион, оның ішінде қазағың 9 миллион халықпенен 1,5 миллиард Қытайға қарсы көшеге шықпақсыңдар ма? Ол Қытай пілде, сендер масасыңдар ғой. Сондықтан ақымақ болмаңдар, тәубелеріңе келіңдер. Елбасының материалды өмірде, осы шыны өмірде елбасына бағыныңдар, рухани өмірде Алланың елшісіне бағыныңдар. Ислам мен христиан дінінің басын қосып, бір Құдайға табыныңдар. Сонда қалған елдің бәрі сендердің табандарының астында болады. Олар өздері соны өлмей сендерге құлшылық етеді. Өйткені олардың үстінен Алланың әмірі орнайды. Сондықтан да Алланың атын дұрыс атаңдар. Алла ол бәрінің Құдайы. Қытайдың да Құдайы Алла. Арабтың да Құдайы Алла. Біздің де Құдайымыз Алла. Өйткені ол бәрімізді жасаған, жаратқан. Ал бірақ сол Алласын менің билеушім, мен саған бағындым деген адамдардың бәріне ол Тәңір, Господь. Сондықтан да Алланы Тәңірім деп таныңдар. Сонда ол Алла аналарға жай Құдай болады дағы, біздің билеушіміз болады. Қандай да бір билеуші, қандай да бір өзінің қол астындағы құлдарын біреуге бере ма? Жоқ, қорғайды. Сондықтан дағы Қытайдан да құтылудың, Құдайды да риза қылудың бір-ақ жолы бар. Ол біріншіден ауызбірлік, екіншіден тәубаларыңа келіңдер, елбасыңның әміріне жерде бағыныңдар, елшінің әміріне көкте бағыныңдар, екі ортасында Құдайға бағыныңдар. Сонда бәрі орнына келеді, халқым. Жақсы, мен сендерді ескеттім. Не Құдайға құл боласыңдар, не Қытайға тұл боласыңдар. Өйткені ғылыми ақиқат дін келе жатыр. Біз Тәңірге сенген, өзімізді Алланы Тәңірім деп білген халықпыз. Және ислам мен христианның басын қоссақ, православиемен. Біз орыс халқыменен бұрынғы алтын орданы орнатамыз қайтадан. Қытайдың ешқандай жазығы жоқ сендерге. Қалай келді, солай кетеді. Өйткені ол Алланың әміріне ешкім қарсы тұра алмайды. Осыны бір жақсы біліп алыңыздар. Жақсы достар. Ең басты мәселе ол
Жәрдемді құрылтайдан сұрамаңдар, Құдайдан сұраңдар. Бақытты өмірді көшеден іздемеңдер. Көрші елмен тату болу, орыспенен жақындаудан іздеңдер. Ең бастысы орталарындағы Алланың елшісін мойындаңдар. Және Алланың екі діннің басын қосамыз, біз жеңеміз деген әміріне бағыныңдар. Өздеріңнің дүние мүліктеріңменен, жан тәндеріңменен осы жолда Аллаға және оның елшісіне қызмет етіңдер. Өздерің үшін, өздеріңнің бақытты ғұмырлы болуларың үшін. Біз жеңеміз, екі діннің басын қосамыз. Ендігі жерде сіздерге бір айтатын нәрсе, өз елбасын қарғап-сілеп, өз әке бабасын боқтап отырған елдің ешқашанда жарылқағанын көрмейсіздер. Ал елшіге қарсы тұру, ол кәпірліктің белгісі. Алла сендерге өзінің елшісін және өзінің жер бетінде қойып қойған патшаға сендерге берген елбасын қорлатып қоймайды. Ең бірінші өздеріңнің пиғылдарыңды өтіндір. Бұл Қытайдың сіздерге беттеп келе жатқандығы, бұл ең басы ғана. Бұған көнбесеңдер, қияметте де көресіңдер. Сондықтан дағы есірмеңдер. Біз батырмыз, біз кереметпіз, біз ұлымыз, анаумыз, мынаумыз деп даурықпыңдар. Сендердің ата-бабаларың сондай болған, өйткені олар тікелей құдайынсыз бір іске баспаған. Ешқашанда үлкен сөйлеп кішісі оған қарсы шықпаған. Ешқашанда даурығып көшеге шықпаған. Бәрін ақылмен шешкен, тәубамен, шүкірменен өмір сүрген, бірлік пен тірлік жасаған ел. А сендер қазір көшеге шығып, көрінген бала мен қатын басқарып жүрген елсіңдер. Сондықтан дағы қайталап айтам, өздеріңнің тегіңді ұмытпаңдар. Әйтпейтін болмаса, мына Алланың елшілігіменен және де оның жаңағы екі діннің басын қосу, жаңағы Алланың бұйрығын, ол сендерге келген бақыт еді. Сендер соны ұстай алмай отырсыңдар. Естеріңде болсын, оны басқа елге де ала бере салуы мүмкін. Сондықтан дағы Алладан келген рахымды, Алладан келген бақтан айырылып қалмаңдар. Өзінің ішінен елші шыққанын, Алланың кеп бақ қонғанын, мазақ қылған, күлкі қылған, оны боқтағап бораған халықты мен әлі көргем жоқ. Ондай халықтар бар негізі, ол жындыханада ғана. Сендер ойласаңдар. Жақсы достар, біз жеңеміз, екі діннің басын қосамыз. Ла иляха иллаллах Мұхаммеден абдуху расулаллах, Иса әл-Мәсих рухаллах.